Бауыр адам ағзасындағы ең төзімді мүшелердің бірі. Ол ұзақ уақыт бойы зақымданса да өз қызметін жалғастыра береді. Сол себепті көптеген адамдар бауырындағы мәселені тым кеш біледі. Алғашқы өзгерістер басталған кезде адам тек шаршағыштықты, тәбеттің төмендеуін, немесе ас қорытудағы жайсыздықты сезуі мүмкін. Көбі мұны ұйқының аздығынан, жұмыстан немесе жастан көреді. Өкінішке орай кейбір бауыр аурулары осылайша жылдар бойы байқалмай дамуы мүмкін. Бүгінгі видеода бауырдың қандай қызмет атқаратынын, оның қандай белгілері арқылы көмек сұрайтынын, бауырды май басу деген не екенін, бауырды шынымен тазарту қажет пе, және оны қалай қорғауға болатынын бірге қарастырамыз. Егер денсаулығыңыз өзіңіз үшін маңызды болса, видеоны соңына дейін көріңіз, себебі соңында бауырды ұзақ жылдар бойы сау ұстауға көмектесетін қарапайым кеңестермен бөлісетін боламыз. Бауыр не үшін қажет? Бауыр салмағы шамамен 1,5 килограмм болатын ең ірі ішкі мүшелердің бірі. Ол тәулігіне 24 сағат демалыссыз жұмыс істейді. Бір күн ішінде бауыр жүздеген биохимиялық процестерге қатысады. Мысалы, тамақтан кейін ішекте сіңген қоректік заттардың көп бөлігі алдымен бауырға келеді. Осы жерде олар өңделіп, ағзаның қажетіне қарай пайдаланылады, немесе қор ретінде жиналады. Сонымен қатар бауыр өт бөледі. Өт майлардың дұрыс қорытылуына көмектеседі. Бауыр қанның ұюына қатысатын маңызды ақуыздарды синтездейді, дәрумендердің бір бөлігін сақтайды және ағзаның энергия қорын реттеуге атсалысады. Тағы бір маңызды қызметі ағзаға түскен кейбір дәрілерді, алкогольді және басқа заттарды өңдеу. Сондықтан бауырдың жұмысы бұзылса, бұл тек ас қорытуға емес, бүкіл ағзаға әсер етуі мүмкін. Қызығы, бауырдың өзін қалпына келтіру қабілеті бар, бірақ бұл мүмкіндік шексіз емес. Егер зиянды факторлар ұзақ уақыт әсер етсе, бауырда қайтымсыз өзгерістер дамуы мүмкін. Неге бауыр үнсіз ауырады? Көп адам, егер бауырым ауырмаса, демек бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ бұл әрдайым дұрыс емес. Бауыр тінінің өзінде ауырсынуды сезетін рецепторлар өте аз. Сондықтан оның бастапқы зақымдануы көп жағдайда қатты ауырсынумен бірге жүрмейді. Адам қалыпты өмір сүре береді. Ал өзгерістер біртіндеп күшейген кезде ғана ағза түрлі белгілер бере бастайды. Кейде оң жақ қабырға астында ауырлық сезімі пайда болады. Кейбір адамдар тез шаршайды, басқаларында тәбет төмендейді, немесе іштің кебуі мазалайды. Осындай белгілердің себебі әртүрлі болуы мүмкін және міндетті түрде бауыр ауруын білдірмейді, бірақ олар ұзақ уақыт сақталса немесе күшейсе, дәрігерге қаралып тексеріліңіз. Дәл осы себепті мамандар қауіп факторлары бар адамдарға мерзімді медициналық тексеруден өтіп тұруды ұсынады. Бауырды май басу деген не? Соңғы жылдары дәрігерлер жиі айтатын диагноздардың бірі бауырдың майлануы, немесе майлы бауыр ауруы. Бұл кезде бауыр жасушаларында шамадан тыс май жиналады. Бастапқы кезеңде адам ештеңе сезбеуі де мүмкін. Бірақ уақыт өте келе бұл өзгерістер қабынуға, кейін тыртықтануға, ал кейбір жағдайларда бауыр қызметінің нашарлауына алып келуі ықтимал. Көпшілік майлы бауыр тек алкоголь ішетін адамдарда болады деп ойлайды. Алайда алкоголь қолданбайтын адамдарда да бұл жағдай кездесуі мүмкін. Мысалы, артық дене салмағы, іш майының көп болуы, екінші типті қан диабеті, қандағы май деңгейінің жоғары болуы, сондай-ақ ұзақ уақыт бойы артық калория тұтыну және қант қосылған сусындарды жиі ішуде қауіп факторларының бірі болуы мүмкін. Ал жақсы жағы, ерте кезеңде анықталған майлы бауырдың жағдайы өмір салтын өзгерту арқылы жақсаруы мүмкін. Бауыр аурулардың алғашқы белгілері әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл белгілер басқа да ауруларда да кездесетіндіктен тек соларға қарап диагноз қою мүмкін емес. Дегенмен назар аударуға тұрарлық бірнеше белгі бар. Соларға тоқтала өтейік. Біріншісі созылмалы шаршағыштық. Ұйқыңыз жеткілікті болса да күш-қуаттың азаюы байқалуы мүмкін. Ал екіншісі тәбеттің төмендеуі, немесе тамақтан кейін жайсыздық сезіну. Үшіншісі оң жақ қабырға астындағы ауырлық немесе жайсыздық.
бұл әрдайым бауырдан болмайды, бірақ ұзаққа созылса тексерілуге себеп болады. Ал төртінші себеп іштің кебуі немесе ас қорытудағы өзгерістер. Бесінші, тері қышынуы. Кейбір бауыр ауруларында мұндай белгі кездесуі мүмкін. Бауырды тазарту керек пе? Қазір интернетке кірсеңіз, бауырды 3 күнде тазарту, барлық токсинді шығару, ғажайып детокс деген жарнамаларды жиі кездестіресіз. Көп адам мұндай әдістерді пайдалы деп ойлайды, бірақ шынымен бауырды арнайы тазарту қажет пе? Жауап көп жағдайда жоқ. Өйткені бауырдың негізгі қызметінің бірі ағзадағы көптеген заттарды өңдеуге және олардың алмасуына қатысу. Егер бауыр сау болса, ол бұл жұмысты күн сайын өз атқара алады. Сондықтан ғылыми медицинада барлық адамға міндетті түрде бауырды тазарту қажет деген ұсыныс жоқ. Кейбір адамдар лимон шырынын, майды немесе түрлі шөп қоспаларын ішіп, бауырымды тазарттым деп ойлайды. Егер бауырдың жұмысы бұзылған болса, оны шырынмен немесе шаймен емес, алдымен себебін анықтау арқылы емдейді. Сондықтан ең дұрыс жол күмәнді жарнамаларға сенбеңіз және дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Сау бауыр үшін не істеу керек? Бауырды қорғаудың құпиясы қымбат дәрілерде емес. Көп жағдайда күнделікті әдеттердің өзі үлкен рөл атқарады. Ең алдымен дене салмағын қалыпты деңгейде ұстауға тырысыңыз. Артық салмақ әсіресе іш аймағындағы майдың көбеюі майлы бауыр ауруының даму қаупін арттыруы мүмкін. Екінші маңызды нәрсе қозғалыс. Күн сайын 30-40 минут серуендеу немесе тұрақты дене белсенділігі ағзаның жалпы саулығына оң әсер етеді. Үшіншіден, алкогольді мүмкіндігінше шектеу немесе мүлде қолданбау ұсынылады. Сондай-ақ дәрілерді өз бетіңізше қабылдамаңыз. Кейбір дәрілерді мөлшерден көп пайдалану бауырға зиян келтіруі мүмкін. Тағы бір маңызды әдет тұрақты медициналық тексеруден өтіп тұру. Әсіресе, егер сізде қант диабеті, семіздік немесе холестерин жоғары болса, дәрігердің бақылауы пайдалы болады. Бауырға күтім жасау бір күндік іс емес. Бұл күн сайын қайталанатын дұрыс таңдаулардың нәтижесі. Бауырға пайдалы өнімдерге тоқтала өтейік. Бауырды емдейтін бір ғана тағам бар ма деген сұрақ жиі қойылады. Әрине жоқ. Бір ғана өнім барлық мәселені шешпейді, бірақ дұрыс тамақтану бауырдың қалыпты жұмысын қолдауға көмектеседі. Рационда көкөністердің жеткілікті болғаны маңызды. Олардың құрамындағы талшық немесе басқа пайдалы заттар жалпы денсаулыққа оң әсер етеді. Толық дәнді өнімдер, бұршақ тұқымдастар және жаңғақтар да теңгерімді тамақтанудың бір бөлігі бола алады. Аптасына бірнеше рет балық жеу пайдалы май қышқылдарын алуға көмектеседі. Зәйтүн майын мөлшермен қолдану да дұрыс тамақтану үлгісіне жатады. Кейбір зерттеулер қансыз табиғи кофені қалыпты мөлшерде ішу кейбір бауыр ауруларының қаупінің төмендеуімен байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Сонымен бірге тәтті газдалған сусындарды, қант мөлшері жоғары тағамдарды және жиі дайын фастфуд жеуді азайтқан дұрыс. Теңгерімді тамақтану бауырдың ғана емес, жүрек пен қан тамырларының да саулығына пайдалы. Бауырды қалай тексеруге болады? Егер сізде бауырға қатысты күмән болса, оны тек белгілерге қарап анықтау мүмкін емес. Дәрігер алдымен шағымдарыңызды тыңдап, қажет болған жағдайда тексерулерді ұсынады. Қажет болған жағдайда ультрадыбыстық зерттеу де жүргізілуі мүмкін. Кейбір адамдар өзін жақсы сезінсе де, тексеру кезінде бауырдың майлануы анықталады. Сондықтан қауіп факторлары бар адамдарға профилактикалық тексерілу пайдалы болуы мүмкін. Ең бастысы, интернеттегі ақпаратқа сүйеніп, өзіңізге диагноз қоймаңыз. Дұрыс қорытындыны тек дәрігер барлық мәліметті бірге бағалағаннан кейін ғана жасай алады. Видеомызды қорытындыласақ, бауыр үнсіз еңбек ететін ерекше мүше. Ол күн сайын ағзаның қалыпты жұмыс істеу үшін жүздеген маңызды қызмет атқарады. Сондықтан оған күтім жасау өз денсаулығыңызға салынған инвестиция. Есіңізде болсын, бауыр ауруларының бастапқы кезеңінде айқын белгілер болмауы мүмкін. Созылмалы шаршағыштық, тәбеттің төмендеуі немесе оң жақ қабырға астындағы жайсыздық сияқты белгілердің әртүрлі себептері болуы мүмкін. Егер олар ұзақ уақытқа сақталса,
дәрігерге қаралыңыз. Майлы бауыр ауруы ерте анықталса, өмір салтын өзгерту арқылы жағдайды жақсартуға мүмкіндік болады. Ғажайып тазарту әдістеріне сенудің орнына дұрыс тамақтану, тұрақты қозғалыс және профилактикалық тексеру әлдеқайда маңызды. Денсаулықты сақтаудың ең тиімді жолы ауру асқынғаннан кейін ем іздеу емес, оны алдын алу. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Алдағы видеоларда жүрек, бүйрек, ұйқы безі және басқа да маңызды тақырыптарды қарастыратын боламыз. Саулығыңызға бейжай қарамаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.